Сәлеметсіздер ме? Эфирде сұхбат. Бүгін бізде қонақта көлік министрлігі автомобиль жолдары комитетінің үкіметтік қарыздарды іске асыру басқармасы жетекшісінің міндетін атқарушы Дінмұрат Есімхан. Қош келдіңіз. Саламатсыздар ма, рахмет. Биыл енді сіздер өте ауқымды жұмыс атқардыңыздар. Жоспардағы 16 жобаның 3-еуі пайдалануға берілді. Солардың енді игілігін халық қалай көреді, соны айтып өтсеңіз. Алдымен біздегі осы қазіргі атқарып отқан толыққан жұмыстар бойынша қысқадан нұсқа айтып кетуге рұқсат етіңіздер. Бізде жалпы өзіңізге бәрімізге мәлім жол көлік инфрақұрылымының дамуы экономикамыздың дамуына үлкен үлесін қосатын барлығымызға мәлім. Осыған орай біздің министрлік барлық республика бойынша барлық құрылыс және реконструкциялау жұмыстарына 10.700 шақырым қамтылған. Соның ішінде бізде республикалық маңызы бар жолдардың реконструкциялау бойынша 3600 шақырым қамтылған, және де күрделі және орташа жөндеу бойынша 4200 шақырым қамтылған болатын. Соның ішінде біз сіздің сұрауыңыздағы 3600 километр республикалық маңызы бар жолдарын реконструкциялау бойынша бізде 16 жоба болып бөлінген болатын. Оның 3-еуі қуанышқа орай осы жылы халыққа пайдалануға берілген болатын. Қалғандары қашан, қалай жүзеге асады? Қалғандары бізде жалпы 3600 километрдің осы уақытта 856 шақырымы пайдалануға берілген болса, қалғандары 24 жылда толықтай біз пайдалануға беруге жоспарлап отырмыз. Яғни келесі жылы жоспардағы 16 жобаның барлығы халық игілігіне беріледі, игілігіне беруге барынша қолдан келгенше тырысып жатырмыз. Яғни енді қандай да бір қиыншылықтар болса, ол жоспарлар кейінге шегерілу деген ондай бір мәселелер жоқ па сіздерде? Кейде болады ғой, мысалы, жолдың құрылысы ол оңай емес, мысалы, қажетті жабдықтар жетпей қалуы мүмкін, жұмыс күші жетпей қалуы мүмкін. Сондай кезде кешеуілдеу мүмкіндіктері қаупі бар ма? Әрине, бұл енді бірінші себеп құрылыс жұмысы болғандықтан ешкім бізге толықтай кепілдік бере алмайды. Әрине. Яғни алдыда неше түрлі кері әсерін беретін факторлар өзінің кері әсерін беруі мүмкін. Яғни осы уақытқа дейін бізде елімізде, жалпы дүниеде көптеген кері әсерін тигізетін факторлар пайда болды. Оның бірінші себебі пандемия деп айтсақ болады. Халықаралық соғыстар болып жатыр, өздеріңізге мәлім. Және де қымбатшылық болып жатыр пандемиядан кейін. Жалпы бізде жобалардың өзі қазіргі іске атқарылып жатқан жобалар көбісі 2017-ден 2020 жылға аралығында құрылыс сметалық құжаттамалар дайындалған болатын. 2017-ден 2020 аралығындағы бағамен қазіргі ағымдағы жылдың бағасын салыстыруға мүлде келмейді. Оның ішінде құрылыс материалдары толыққанды бізде қымбатшылық болды. Мысалға айта кететін болсақ, жолға бізге қиыршық тастар қолданамыз. Олардың қымбаттауы 30%-ға, битумның 40%-ға қымбаттауы, ең көп қымбаттаған бізде металл. Металл темірді қолданамыз, ол жақта 60%-ға қымбаттап кетті. Одан бөлек бәрімізге белгілі жұмыс орындары мен мамандарды қамтығандықтан олардың айлықтары да 60%-ға қымбаттап кетті. Осыған орай бізге жұмыстың қарқынына азайтатын ең басты себептердің осы бірі болды. 2022 жылы жұмыстар көптеген мекендерде, көптеген өңірлерінде ең ауқымды үлкен жобалардың жұмыс тоқтауына алып келді. Және де осы себептердің бәрін біз мердігерлермен байланыса, өкіметпен бірлесіп, тиімді шешім шығарып, сол сметалық құжаттамаларын қайтадан қарастырып, үстінен қосымша қаржы беруге келісім беріп, қазіргі уақытта сол келісімді алғаннан кейін мердігерлер ағымдағы жылы үлкен және қарқынды жұмыс атқарды. Енді ол жолдарды салу бір бөлікте, одан кейін оны күтіп ұстау, яғни бабын жасау бар. Бұл бойынша сіздер осы бағыт бойынша қандай жұмыс атқарып жатсыздар қазіргі кезде? Бәрімізге мәлім, қазіргі таңда
құрылыс маусымы аяқталып, қыс мезгілі келгендіктен, қыс мезгілінің өзінде де қазір көп өңірлерде бүгінгі күнге қар қалың түсіп жатыр. Көктайғақ, аяз болғандықтан көктайғақ болып жатыр. Осыған орай бізде сенімгерлік басқаруға Қазавтожол ұлттық операторына Қазсервис деп жеке меншік деп айтамыз. Солар осы көктайғақтың алдын алу үшін, жалпы қыс мезгілінде күтіп ұстау үшін жалпы Қазақстан бойынша 1870 бірлік техника қазір жұмылдырылып отыр. Әрине, біз мойындаймыз, осы уақытқа шейін ол жол тазалау мәселесі әлі де өзекті мәселе болып тұр. Оның жетіспеушілігі бар техниканың. Оны біз түсінеміз. Осыған орай біздің министрліктен арнайы комиссия құрылып көптеген жұмыстар атқарылды. Соның бірі біз осы күнде жақын арада 379 бірлік қосымша техника жұмылдырдық. Оның яғни 70%-ын біз өнеркәсіп даму қорынан несие арқылы техниканы бөлдік. Қалғандары ақылы жолдардың есебінен, қалғандары жаңағы жергілікті бюджеттің есебінен жөнделетін? Жергілікті бюджеттің есебінен біз аламаймыз. Жергілікті бюджеттен аламаймыз. Тек қана өздеріңізге қарастырылған қаржының негізінде ғана күтіп ұстау, жолаушыларға ыңғайлы жағдай жасауға барынша мүмкіндік жасайсыздар, иә? Барынша мүмкіндік жасаймыз. Оның ішінде де бізде де қысқа дайындық ретінде о бастан сол маусымнан бастап қысқа дайындық жұмыстары басталды. Соның ішінде ол жолға көктайғақтың алдын алу үшін материалдар себіледі. Құм, қиыршық тас, құм, тұз демекші, соның барлығы қазіргі уақытта дайын. Қазіргі уақытта яғни осы қыстан қысылмай шығуға қауіпсіздікті барынша қамтамасыз етуге жағдай жасадыңыздар? Жағдай қолымыздан келгенше жасадық, жасап та жатырмыз. Жақсы. Енді жаңа бір сөзіңізде ақылы жолдар туралы айтып қалдыңыз, иә? Енді бұл жолдар біздің экономикамыздың күре тамыры деп есептейтін болсақ, әрине жолдардың жағдайы жақсы болмай, халықтың әл-ауқатын да көтеру мүмкін емес, иә? Осы орайда көптеген жаңа жолдарда бізде ақы алатын жүйе енгізілді, иә? Соның ерекшеліктері туралы айтып өтіңізші. Жаңадан ашылып жатқан жолдарда қандай пункттерде ақылы қызмет көрсетіледі? Бізде ақылы жүйеге енгізу осы соңғы 10 жылда практикалық тұрғыда жүргізіліп келеді. Осы 10 жылдың ішінде Қазақстан бойынша жалпы 3200 шақырым ақылы жүйе енгізілген. Ол бізде 17 учаскеге ақылы жүйе енгізілген. Қазіргі таңда осы жылдың басынан, қазіргі жылдың соңы болғандықтан шамамен 27 миллиард теңге бізге өзімізге неге түсіп отыр, қаржылай түсіп отыр. Бұл ақшаның барлығы сол жолдарды аталған 3200 шақырымды күтіп ұстауға, жүйені ары қарай дамытуға, соның жалпы орысша айтқанда содержаниясы дейміз ғой. Жолды да өз уақытысында күтіп ұстамасан, ол жол қауіпсіздігіне алып келуі мүмкін. Және де келесі жылды біздің жоспарымыз бойынша 1200 шақырымды ақылы жүйеге бермекшіміз. Ал жалпы біздің болашақтағы жоспарымызды айта кететін болсақ, 2029 жылға дейін біздер 11.000 шақырымды ақылы жолға жүйе қылып енгізбекпіз. Ол яғни Қазақстанның 90% жолдары. Енді осы жақында сіздің осы министрлікті басқаратын азамат үкімет жетекшісінің алдында есеп берді, жол көлік инфрақұрылымы жөнінде. Сіздер мемлекет басшысына, жалпы үкімет басшысынан қандай да бір көмек сұрадыңыздар ма? Осы саланы жетілдіру бағытында қандай мәселелерді ашып айттыңыздар? Бәрімізге мәлім, жолдың жалпы құрылысы бойынша ол халықтың алдындағы өзекті мәселе ғой. Орысша айтқанда самый критикуемый дейді ғой. Халықтың көңілі толмайды көп жағдай. Көңілі толмайды, біз оны бәрін түсінеміз. Осы енді мемлекет басшымыз біздер барлықтарымыз халыққа жұмыс істегендіктен осы сынды ескере отырып, мемлекет басшысы бір емес бірнеше рет бізге өз жолдауында жолдың жалпы жағдайы бойынша, дамыту бойынша көптеген
бізге сындар айтқан болатын. Осы сындарды ескере отырып министрліктер бірігіп, үкіметпен бірігіп, біз жалпы жол құрылысын реформалау бойынша президентке ұсыныс беріп, президентіміздің қолдауын алып, сол реформалау бойынша заңнамаларға енді түзету қажет қой. Қазіргі таңда сол 9 заңнамаға түзету енгізіп, қазіргі таңда ол бізде мәжілісте қаралымда тұр. Яғни осы реформа жүзеге асу үшін әуелі қажетті дүние ол құқықтық нормативтік актілер, одан кейін сіздерге тағы да реформа жүргізу үшін қазіргі кезде не қажет болып тұр, қандай қажеттіліктеріңіз бар? Реформаларды былай тізгіндеп сізге мысал ретінде айта кететін болсам, реформаның бізде ең бірінші бастысы бізде халықаралық келісімшарт фидик деген қағидаттардың ережелері бар. Сол фидик қағидаттарын біз барлық жол құрылысына енгізбекпіз, барлық жобаларға. Ең бірінші сол біз заңнамаға соны енгізуге тырысып жатырмыз. Екінші бізде халықаралық және Европада тиімді қолданатын EPSM деген жаңа келісім шарттың түрі бар. Ол яғни толықтай мердігер жұмысты атқарады. Яғни жобалық жұмыстарын атқарады. Неге нормативке сай қылып, сосын реконструкция, например, құрылыс жұмыстарын жүргізеді, артынан соны күтіп ұстауды да жүргізеді. Яғни бұрынғыдай бірнеше адам бөліп алу деген болмайды, иә? Бірнеше ұйым бөліп алмай, сол бір мердігерге бергендіктен, бұл деген мердігердің жауапкершілігін арттыруға бір септігін, үлкен септігін тигізбек. Не үшін? Себебі бізде қазіргі жұмыстың қарқынын сүретін тағы бір себептердің бірі ол жобалдан кішкене қателіктер кетіп жатады. Содан кейін сапа болмайды көп жағдайда. Жобадан қателіктер кетіп жатқандықтан оны түзету үшін айтарлықтай уақыт кетеді. Сосын мердігерлер жолды соғып кетеді. Соғады, тапсырады. Оған бірақ бізде арнайы өзінің мерзімі бар, күтіп ұстайтын. Бір өзінде 2 жыл, бір өзінде 5 жыл. Енді көп қазір жақтан 2 жыл қолданып жатыр. 2 жылға дейін шыдап берсе берді жолы. Егер де ескертулер болып отырса, өзінің қаражат есебінен өтейді. Өтемеген ол 2 жылдан өткеннен кейін уже бізде өзіміз өтеуге тура келеді. Сонда бізден олар сапасына көбірек көңіл бөлу үшін жолдың және нормативке сай, келісімшартқа сай жобаны барлық күшін салу үшін осы система, осы жүйені енгізбекшіміз. Ол келесі жылдан бастап жүзеге асама? Келесі жылдан бастап жүзеге асыруға тырысып жатырмыз. Ал біздегі қазір нарықтағы мердігерлердің жағдайы қалай? Талапқа сай дүние жасай ала ма? Көбінесе келісім шарттар халықаралық қаржыландыру институттары арқылы жүзеге асуда. Яғни ол біз көптеген банктармен бірге бірлесіп жұмыс істейміз. Яғни ол Қытайлық банк Эксимбанк, Азиялық банк, дүниежүзілік банк және де Евразиялық банк және де тағы да басқа. Осы әрқайсысы банктардың өзінің ережелері болады және де яғни мердігерлердің жұмысын осы халықаралық банктер қаржыландыра ма? Қаржыландырады. Ал енді олардан жұмысты қабылдап алу мәселесіне келейікші. Көп жағдайда бізде көз жұма қарайды, сапаға қабылданып кетеді. Содан кейін бір жыл өтпей жерлердің жаңағы ой шұңқырлар пайда бола бастайды жолдарда. Осы сапаны қадағалау, біткен жұмысты қабылдап алу жұмысына қатысты не айтасыз? Құрылыс барысында бізде техникалық инженерлік ұйымдар жұмыс атқарады. Яғни ол сапаны толықтай жолдың бастамасынан соңына дейін қадағалап өтеді. Яғни әрбір жолдың өзінің несі бар ғой, талаптары бар. Әр жолдың өзінің деңгейлері бар. Сол әрбір деңгейді ол тексеріп, инженер қадағалау ұйымдарының келісімсіз келесі жұмысты жалғастыра алмайды ғой. Және де осыдан бөлек бізде ұлттық сапа орталығы жұмыс істейді.
Бізде біз тапсырыс берушінің өзінің қадағалауы бар. Соның бәрі нормаға сай ма, нормативке сай ма, жалпы неге жобаға сай ма, соның бәрін қадағалап өтеміз. Жол аяқталғаннан кейін де, аяқталмай тапсырысқа берілмей тұрып те біз комиссия құрып, жолға барлығымыз шығып, осы әрбір ұйымдардың өкілдері тексергеннен кейін, бірақ толыққан тексергеннен кейін, бірақ оны пайдалануға береміз. Пайдалануға бергеннен кейін, егер де мердігердің тарапынан қандай да бір жол ақаулары пайда болып жатса, оны мердігерге тиісті хаттама жолданып, тез арада алдын алу және қайттан сол ақауларды қалпына келтіру үшін іс-шаралар қолданылады. Жақсы. Енді тағы да бір өте маңызды дүние бар, битум тапшылығы дейді. Жол құрылысына қажетті дүниелер сіздерде тапшы, оны сырттан тасымалдайды. Сол себептен де жол құрылысына бөлінген қаражаттың көлемі өсіп кетіп жатыр дегенде ақпарат бар. Осы мәселені шешу үшін істейсіздер, мысалы жаңағыдай құрылыс материалдар жетіспейді, олардың бағасы белгіленген жоспардағыдан қымбат болып кететін жағдайлар бар, мысалы. Осындай да бір келеңсіздіктерден сіздердің жұмыстарыңыз кешеуілдеуі мүмкін ғой? Әрине мүмкін. Ол бізде практикада болған жағдай. Битум тапшылығы болды. Материалдардың жеткіліксіздігі көп жағдайда болмаған, батыс өңірлерінде болмаса. Карьерлердің болмауына байланысты қиыршық тастарды біз вагон арқылы басқа облыстардан тасыған болатынбыз. Ал битумға келетін болсақ, битум біз сырттан көбінесе кіргізбейміз ғой. Бізде 90%-ға өзіміздің заводтардан алынатын битумдар. Яғни өзіміздің Қазақстанда 4 битум заводы бар. Сол жақтан битумды аламыз. Қалған 10%-ын қажеттілік болған жағдайда Ресей мемлекетінен аламыз. Және де осы өзекті мәселе проблемалық сұрақ болғандықтан біз үкіметтің деңгейінде бұл мәселе шешілген болатын. Яғни біздің министрлік пен энергетика министрлігі бірлесіп арнайы түрде құжаттама жаңағы приказдарын шығарып, еген Қазақстан Республикасында жалпы өнім битумы жетпеген жағдайда Ресейден алуға бізде квота арқылы аламыз ғой. Сол квотаны көбейту үшін жұмыстар атқарылды. Яғни осы жылды егер біз сынау ретінде алатын болсақ, осы жылы алдыңғы жылдарға қарағанда битум тапшылығы болмады. Демек, алға қойып отырған жоспарларды еш кедергісіз жүзеге асыруға бізге жағдай жасалған. Жағдай жасалған. Дінмұрат мырза, эфирге келіп, бізге арнайы ақпараттарыңызбен бөліскеніңіз үшін көптен көп рахмет. Құрметті көрермен, осымен бізге берілген уақыт аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Эфирде аман есен жүздесейік.